Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайран. Ел бағу. Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не алдыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмай. Балаларым өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын түгел көре алмайтұғын ұры, салым тілемсектердің азығын бақ беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімден сұрарсың. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайта тұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңіліңде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осындай елде, осындай жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмай. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өздеріне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойландым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байландым. Енді бұнан басқа менде ешбір жұмыс жоқ.